Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Махамбет Өтемісұлы «Мен едім» өлеңі. Сабағымыздың мақсаты шығармадағы ұрпақтар сабақтастығының көрінісін заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру. Күнді жеңіреп жүрген ередім, Исатайдың барында екі тарлан көредім. Қай қазақтан кемедім, бір қазақпен теңедім. Өздерің дауқандардың қарны жуан билердің, атадай даусын ақыртып, лауазым көпке шақыртып, басын кессем деп едім. Елдің бояу ен тоғай, ел қондырсам деп едім. Жағалай жатқан сол елге мал толтырсам деп едім. Тақты тұрған хандардың тұрды тұрған қаншасын қатыным есем деп едім. Аяу дәйдай-ау, дәйдай-ау, дәйдай-ау. Бірінші тапсырма балалар. Ойсандық әдісі арқылы өлеңнің тақырыбы мен идеясын ашыңыздар. Яғни, бірінші бағанға өлеңнің тақырыбы, шығармаға арқау, негіз болған оқиға түйінін жазасыздар. Екінші тармаққа өлеңнің идеясын айтайын деген негізгі ойын өз ойларыңызбен жазыңыздар. Екінші тапсырма балалар. Көріктеу құралдарын тауып, концептуалдық кестеге толтырыңыздар. Көркемдегіш құрал өлең жолдарынан дәлел, яғни белгілі бір өлең жолын тауып жазыңыздар. Автор не себепті қолданған, ол туралы өз ойларыңызды келтіріңіздер. Тақырыпты болжап өткен білімдерін қайталау мақсатында сұрақтарға жауап беріңдер. Махамбет Өтемісұлының өмірі туралы не білесіңдер? Қандай шығармаларын оқыдыңдар? Махамбет Өтемісұлының өлеңдері қазақ тарихындағы қандай оқиғаларға арналған? Махамбет өлеңдерін қандай тақырыпта жырлаған? Қолжазба күнделігі арқылы берілген тапсырмаларды орындаңыздар. Махамбеттің ерлік істерін көрсететін сөздерді теріп, жазып талдаңыздар. Қайрат Рысқұлбековтың өлеңін тыңдап, ерлігін сипаттайтын жолдарға талдау жасаңыздар. Вен диаграммасы арқылы екі шығармадан ерлік жолдарын заманауи тұрғыда салыстырыңдар. Ұқсастығын тауып, жаңашылдығына баға беріңдер. Ұрпақтар сабақтастығы туралы заманауи тұрғыда өмірмен байланыстырып, берілген тақырыптардың бірін таңдап, әдеби эссе немесе мақала жазыңыздар. Бірінші, еңіреп жүрген ер едім. Екінші, мен нарында жүргенде. Үшінші, азаттықтың жолында.